Тумақ бар жерде өлмек бар. Бұл өмір заңы. Қазақ халқы шамасы келгенше о дүниелік болған адамын дәстүрге сай қастерлеп шығарып салуға тырысады. Алайда қоғамда жаназа кезіндегі ысырапшылдық, қатардан қалмаймыз деген әсіре бәсекешілдік тоқтамай тұр. Өлім бардың малын шашат, жоқтың артына шат деген сөзді де халық бекер айтпаса керек. Мұндай шашылудың артында адамдардың қаңқу сөздерінен ұялу, пәленшеден кем болмаймыз деген секілді жалған намыс жатқандығы анық. Бұл тұрғыда хакім Абайдың халқына айтқан өсиеті әлі де өзектілігін жойған емес. Өсек, өтірік, мақтаншақ, еріншек, бекер мал шашпақ. Сондықтан бұл менің тапқаным, қайда жұмсасам да өзім білемге салып, оңды солды шашпай, обал мен сауапты ескеру, әрбіріміздің басты міндетіміз екенін ұмытпай, отбасымызға, қоғамға пайдамызды тигізер істермен айналысқанымыз абзал.